біз курс өткелі жатырмыз. Иә, топтық курс. Осы уақытқа курс бағдарламасымен жеке де сабақ өттік. Жазда бір рет қана болады топтық курс мұғалімдерге офлайн форматта Қызылорда қаласы мұғалімдеріне ауданның, ауылының, бүкіл Қызылорда қаласы бойынша. Енді сол бәрі кіріктірілген курстағы біз үйрететін білімді, практиканы, энергияны, в общем, барлығын алған кезде от үйді. Вот прям шынайы, как мұғалім ретінде осы бағдарламаны жалпы қаншаға бағалайсыз курсты? Енді егер мен жаңадан келіп мектепке келіп жатырған жас маман болсам, немесе уже ондай бар ғой мұғалімдер ұзақ уақыттан бері мұғалім болмай қайта возобновить етіп жатқан, өздерінің деятельностьтарын возобновить етіп жатқан мұғалім болсам, мен әрине алатын едім, және де оны мен 500 мыңнан кемге бағаламас едім. Мен өткені басқалар, мен курс десе аламын, бағасына қарамаймын. Егер білімі, егер маған өзіме ұнаса, әрине қараймын, әрқашанда даму үстінде боламыз. Егер сол адамға мен уверена болсам, мен алатын едім. Және де біздің курсты егер мен бағалап қарайтын болсам, әр қайсысы, әр бөлімі, мысалға, қымбат тұрады, мысалға, ол нәрселерді біз андай интернетте көре салатын нәрсе емес, өздерінің фишкалары бар, мысалы қымыз жазудың өзінің қандай нелері бар, өткені барлығы қымжыны прям идеально жазады деп ойламаймын. Бізде Гүлфира ханым оған жауапты, оған көмектеседі сізге, және де әрі қарай даже курстан кейін де көмектесетін болса, және де осындай креативті ашық сабақ жасап жүрген адамдардан үйренетін көп болса, мен 500 мың деп бағалайтын едім негізі. Яғни осы курстан кейін мұғалім қалай өзін сезінеді, не істей алатын мұғалім болып шығады деген сұрақ қойым келіп тұр. Себебі бізде курстың соңғы 4 күнінде бүкіл курс бойынша үйретілген материалдарды қолдану арқылы КМЖ болсын, в общем, бір сабағын, аш сабағын құрап шығады. Дұрыс қой, иә? Сіздің көмегіңізбен. Енді мұғалім курстан кейін өзін қалай сезінеді, не істей алатын мұғалім болып шығады деп ойлайсыз? А точка, Б точка.